Нағыз ер жігіттің бес құпиясы. Ер жігіт елін қорғаған батыр болған. Ал қазіргі қазақ қоғамында нағыз жігіттер қандай болуы қажет? Неліктен әйелдер тарапынан қазіргі жігіттер нашар деген пікірлер көп айтылады. Алайда ел сүйсінген ерекше асыл ерлер де жетерлік. Ендеше жетістікке жететін, елі мақтайтын ер жігіттердің өзіндік құпияларын қабыл алыңыз да сіз де нағыз ер жігіт болыңыз. Нағыз ер жігіттің бірінші құпиясы: мақсат қою. Апталық, айлық, жылдық мақсат қою. Ол аса маңызды. Ол мақсатқа жету үшін не кедергі, не көмектеседі, барлығын талдап белгілеп отыр. Бойыңдағы бар күшті, назарды сені не дамытады, соған шоғырландыр. Қабілетің ашылатын, мүмкіндігіңді көрсететін бағытқа қарай жоспарла. Жетістікке жету жолында міндетті түрде кедергілер кездеседі. Әйтпесе, жұрттың барлығы әлдеқашан жетістікке жеткен болар еді. Біздің жетістігімізге кедергі болатын не нәрселер екенін талдайық. Мұны жолы болмағыштардың әдеттері десек те болады. Бәріне жеңіл қара. Басындағы бар қиындыққа, мәселелерге мұғалімнің, көршілеріңнің, жүрген қызың мен тіпті президент кінәлі. Істерің мен сөздеріңе өзіңе жауапкершілік алма. Болашақ жайлы мүлде ойлама. Жоспар құрма, мақсат қойма. Ертең не боларына мүлде алаңдама. Жіберген қателік, теріс әрекеттеріңе есеп берме. Жұрттың бәрі сияқты бүгініңмен өмір сүр. Маңызды дүниелерді кейінге қалдыр. Пайдалы шаруалар жайлы ештеңе ойлама. Дұрысы, теледидар қара, компьютермен ойындар ойна. Интернетте, әлеуметтік желіде көбірек отыр. Кітапты таста, кейін оқисың. Осы сияқты теріс ойлар нағыз ер жігіттің қас жауы. Нағыз жігіттің екінші құпиясы: жауапкершілік. Жауапкершілікті өз мойнына алу керек. Бұл өзіндік дамудың басты белгісі. Маңызды міндеттерді мойныңа алып, оларды орындау қажет. Кез келген әрекет немесе әрекетсіздіктің ерік жігерге ие салдары болады. Нағыз жігіттің үшінші құпиясы: сенімділік. Бойдағы әлсіз жақтарды, кемшіліктерді, жалқаулықты, шешім шығара алмауды жеңу қажет. Айналаңдағылардың жаман әсерінен аулақ жүр. Міндетті түрде өмірлік тәжірибе жинап, дұрыс дағдылар қалыптастыру қажет. Себебі бұл болашақтағы жетістік пен сәттіліктерге деген сенімділікті арттырады. Бойыңдағы құндылықтарды арттыру банктегі есеп шотыңызға ақша жинаған сияқты. Ол үнемі өзіңмен бірге болады. Мына графикке қарап көрелік. Жоғары қарай бізді жетістікке жеткізеді, төмен қарай сәтсіздіктер алып келеді. Жол болмағыштың графигін көрейік. Жалқаулық, теріс ойлау, сынау мен өсектеу, темекі шегу, ішімдікке әуестік, ұятсыз фильмдер, бос пайдасыз әңгімелер, уәдеде тұрмау, компьютерлік ойындар, әлеуметтік желіде уақыт өлтіру, теледидарды көру, өтірік, екіжүзділік. Енді қандай қасиеттер сәттілік әкелетінін қарайық. Кітап оқу, шығармашылық даму, салауатты өмір салты, жаттығу жасау, ақылдылармен қарым-қатынас жасау, еңбекқорлық, мақсат қою, уәделерді орындау, жақсылықтар жасау, адалдық. Нағыз ер жігіттің төртінші құпиясы: жақсы қасиеттер. Жаман әдеттерден арылу керек. Жетістікке жетелейтін қасиеттерді дамыту. Мәселен, еңбексүйгіштік, мақсатқа деген құлшыныс, жауапкершілік, адалдық, мейірімділік. Жағымды қасиеттерді дамытудың бірден-бір жолы сондай қасиеттерге ие адамдармен қарым-қатынас жасау. Енді адам бойында қасиеттер жайлы қызықты статистиканы көрейік. Бай адамдардың арасында қандай әдеттер қалыптасқан екен, немесе кедейлерге тән әдеттер қандай екен? Атқаруға тиісті шаруалардың тізімін үнемі жазып жүру, мысалы, әр күнге, аптаға, жылға дегендей. Байлар 81%, кедейлер 19%. Нақты мақсатқа жетуге назарын шоғырландыру. Байлар 80%, кедейлер 12%. Дайын тағамдар жеу. Бай 30%, кедейлер 97%. Аптасына кем дегенде 4 реттен дене жаттығуын жасау. Байлар 76%, кедейлер 23%. Теледидардан реалити шоулар көру. Байлардың 6%, кедейлердің 78% көреді екен. Күн сайын жеке дамуға арналған әдебиеттер оқу. Байлар 88%, кедейлер 3%. Өмір бойы оқу қажет. Үнемі өзіңді дамыту керек дегенге сенетіндер байлар 86%, кедейлер 5%.
84% бай адамдар дұрыс әдеттер жетістікке жетелейді дегенге сенеді, ал кедейлердің ішінде тек 9% солай ойлайды екен. Нағыз ер жігіттің 5-ші құпиясы. Жақсы әдеттер. Кез келген іс-әрекет әдеттерден тұрады. Әдеттер мінез қалыптастырады. Мінез тағдырыңа әсер етеді. Бойыңдағы негативті әдеттерді тауып, оны жою қажет. Оның орнына жағымды әдеттер қалыптастыру керек. Мысалы, мақсат қою, жоспар құру, кітап оқу, жаттығу жасау және дұрыс тамақтану, әр уақытыңды жоспармен өткізу. Сонымен, қысқасын айтқанда, нағыз ер жігіттің 5 құпиясы мыналар. Мақсат қою, уақытты жоспарлау. Өмірің үшін жауапкершілік алу. Дағдыларды арттыру арқылы сенімділікті дамыту. Жақсы қасиеттер арқылы мінез қалыптастыру. Күнделікті әдеттердің жаманын жойып, жақсысын дамыту. Өмірдегі барлық өзгерістер өзіңнен басталады. Нағыз ер жігіт болу үшін ең алдымен өзіңді жең. Есіңде болсын, туылған сәттен бастап сенің жетістікке жетуіңе қажеттінің барлығы берілген.